Смартфон түрлері көп. Презентациядан презентация. Samsung Galaxy S22 нұсқаларын көрсетті. Apple iPhone SE 3 пен iPad, iMac'тарды көрсетті. Енді Xiaomi өз жаңалықтарын паш еткісі келді. Бүгінгі видеода жаңа Xiaomi 12. Түстері қызғылт, көк және сұр. Дизайн жағынан қолға ыңғайлы, ені 69-9 мм. Не үшін олай? Өйткені әйел саусақтары қосылу үшін сондай смартфондар құрды. iPhone алюминий еді, Samsung алюминий істейтін болды, енді Xiaomi осы жеңіл материалдан қолдана бастады. Дисплей жан-жағы дөңестелген. Қымбат көрінеді. Оған қоса екі стереодинамикі бар. Камера жағынан iPhone енді жеткен жетістікке Xiaomi да жетті. Видеоны фокус етіп түсіре алады. Бұрын Xiaomi смартфондары қараңғыда өте нашар түсіреді. Қазір бұл смартфон түнде де анық түсіре алады. Техникалық сипаттама жағынан қараңыздар. Негізгі камера 50 мегапиксель. Селфи камера 32 мегапиксель. Дисплейі ең көп түстері бар дейді. 68 миллиард түс. Ол видео қарағанда, ойын ойнағанда және фото қарағанда байқалады. Сол контентті көруге жағымды дисплей, экран жаңару жиілігі 120 Гц. Бірақ оны өзгертуге болады. Салыстыру үшін iPhone 13-тің өзінде әлі 60 Гц. Сонымен Xiaomi 12 смартфон дисплей сипаттамасы. Бағана айтқандай стереодинамиктер. Ал ол кімдікі десеңіздер, Harman Kardon және Dolby Atmos жүйесі. Дизайнды айттық, енді процессор қандай екенін тыңдаңыздар. Ең соңғы нұсқасы Snapdragon 8 Gen 1. Несі жақсы? Бұл процессор 4 нанометрлік транзисторлардан құралған, ал еске түсірейік, кімде сондай? Соңғы iPhone 13-тің өзінде 5 нанометрлік, яғни бұл смартфон өнімділігі өте жоғары деген сөз. Процессор мықты болған сайын қатты қызуы мүмкін, және оған суытқыш кулер жақсы болу керек. Бұл смартфонда 4 ауқымды суытқыш кулері бар. Және осыны тез қуаттау үшін 67 ваттық адаптер салып береді. Айтпақшы, аккумуляторы 4500 мАч. Бұрын Xiaomi өзін Samsung пен салыстырып жарысса, енді iPhone мен салыстырып жарысатын болды. Қараңыздар, қуаттау уақыты, адаптер, сымсыз қуаттау және аккумулятор жағынан екеуінде озып тұр. Қорытындылап, сипаттамасын қарайым десең, паузаға қойып қарап ал. Соңында бағасына тоқталсақ, Xiaomi 12 өзін топ смартфондармен салыстырып отыр. iPhone 13 және Samsung Galaxy S22. Экран үлкендігі жағынан, аккумулятор үлкендігі жағынан, қуаттау адаптері жағынан асып тұр. Процессор мен камерасы жағынан Samsung S22 мен бірдей. Бірақ iPhone 13 пен Samsung S22 бағалары бірдей, $799 басталады. Ол қазіргі біздің курспен 410 мың теңге. Ал енді жаңа Xiaomi 12 смартфон бағасы $749 басталады. Ол біздің бағамен 380 мың теңге. Осымен видео аяқталған жоқ. Xiaomi 12 нұсқаның кейінгісі ол Xiaomi 12 Pro. Яғни одан жақсы деген сөз. Ал тыңдайық. Камерадан бастады. Бір видеоролик көрсетті де талдай бастады. Видеоны осы Xiaomi 12 Pro смартфонға түсірілген дейді. Және барлық мүмкіндіктер қолданды. Мысалы, бұл кадрды портрет режиммен түсірген. Апертура 1:9. Ательде қозғалыс кең бұрышты камерамен түсірді. Әр бөлшекті жақындатып түсіруге тырысты. Шөл табиғатты көрсету үшін 48 мм телефотомен түсірді. Сонымен Xiaomi 12 Pro смартфонның 3 объективі туралы айтылды. Негізгі камера 50 мегапиксель, телефото объектив 50 мегапиксель, кең бұрышты камера 50 мегапиксель. Сіздер түсіну үшін осы уақытқа дейін барлық Xiaomi смартфондарының кең бұрышты камерасы 8 мегапиксель болған. Камера сенсоры үлкен болған сайын
жарық көп сіңіреді, яғни фото жақсы шығады. Xiaomi 12 Pro смартфон камерасы Sony компаниясы құрастырған. 3 камерада қараңғыда анық түсіреді дейді. Не деген жаңалық? Келгенде тексеріп көреміз. Ал енді осы қараңғыда түскен фотосын iPhone 13 Pro Max пен салыстыруда. Xiaomi 12 Pro камерасын сипаттамасын көріңіздер. Ал енді дизайны. AMOLED дисплей, диагоналі 6,73 дюйм, экран жан-жағы дөңестелген. Бұрынғы дисплей Full HD Plus болса, бұл WQHD+. Ал ол Full HD-дан 180%-ке таза көрсетеді. Жарықтылығы 1500 нит, ал экран жаңару жиілігі 120 Гц. Осы уақытқа дейін қымбат смартфондар 2 динамикпен мақтанса, Xiaomi 12 Pro дыбысы 4 динамиктен шығады. Қуаттау адаптері. Бұл масқара достар. 120 ваттық қуаттағыш. Смартфонды 100%-ке дейін 18 минутта толтырады дейді. Ал енді бағалары. Xiaomi 12 Pro $1100 тұратын iPhone 13 Pro Max пен $1200 тұратын Samsung Galaxy S22 Ultra мен салыстырғанда бағасы $999 басталады. Бағанадан бері мен сөйледім, енді досым сен сөйле. Қай смартфон ұнады және неге ұнады? Ұнамаса, неге ұнамады? Бұл соңы емес. Осы екі смартфонға тағы үшінші смартфон жасады. Ол Xiaomi X. Екі ағасына қарағанда сәл әлсіздеу. Процессоры Snapdragon 870, қалған сипаттамасы ұқсас, бірақ бағасы $649 басталады. Осы үш смартфонға 2 жыл гарантия беріледі. Және экраны сынса, бір рет ауыстырып береді. Ал енді бұл соңы. Презентацияда жаңа құлаққап туралы айтылды. Xiaomi Buds 3T Pro және сағат Xiaomi Watch S1 актив. Бірақ олар маңызды емес деп ойлаймын. Сау бол.